Әлгеш бізге берілген есеп тізбектің қосындысы дейді. Бұл жерде не істеу керек? 0 санымен аяқталатын тізбектегі барлық элементтердің қосындысын анықтаңыз дейді. Яғни біздің тізбек 100 сан берілуі мүмкін, 10 сан берілуі мүмкін, 1000 сан берілуі мүмкін, бірақ та тізбегіміз аяқталады 0 деген санмен. Яғни біз цикл арқылы кез келген сандардың кез келген сандардың тізбегін өзімізге жазып, бір-біріне қосып, оның қосындысын экран бетіне шығаруымыз керек. Сонда бізде берілген 1, 7, 9 және 0 мен аяқталған болса тізбегіміз, біз 3 санды қосып аламыз, сөйтеміз де экран бетіне олардың қосындысын бір-ақ рет шығарамыз. Енді код жазуға кірісіп кетейік. Бұл код жазуға кірісу үшін жалпы мен сізге тағы да бір сайтты көрсеткім келіп отыр. Бұл кез келген кодты визуализация жасау үшін арналған сайт. Жалпы кейін оқушыларға түсіндірсеңіз де кодтардың барлығын осы сайтты пайдалансаңыз болады. Линия бойынша қалай жұмыс істеп жатыр, компьютердің памятіне қандай айнымалы пайда болып жатыр, оның ішінде не сақталып жатыр деген сияқты сұрақтардың барлығына осы жерде жауап беріп кетсеңіз болады. Енді біздің есептің берілгені бойынша біз бірінші сақтайтын затымыз ол қосындысы деп қосындысын сақтайтын бір айнымалы болады. Бізде оны s деп аламыз, оны ішіне изначально 0 деген мәнді сақтап қоямыз. Яғни біз қосындысын барлығын сақтау үшін изначально 0 деген санды сақтайтын айнымалыны жасап алдық. S деген айнымалы болды бізде онда. Енді біз келесі циклды бастау үшін, жалпы циклды бастап жіберу үшін циклдың ішінде білініп тұр, что мынаның барлығын қабылдаймыз и оның барлығын S-ке қосып отырамыз. Яғни S-ке біз суммасын қосып отырамыз, ал бірақ та циклды бастау үшін бізге бір айнымалы керек. Яғни бір шартты тексеріп отыру үшін ол айнымалының мәні бізге кез келген мән бола салуы мүмкін. Яғни бұл жерде главный 0-ге тең болмаса, біз циклды қайта жалғастыра берейін деп отырмыз. Сондықтан мен мына жерге -1 деп қоя салайын. Негізінде сіз қоя берсеңіз болады 1000, 100, главное біздің шартты бұз жібермесе и ол бізге кедергі жасамаса деген мақсатта осындай бір кез келген рандомды санды қосып жіберейін деп отырмын. Неліктен? Өйткені ол менің циклымды бастау керек. Енді бұл жерде түсінетін зат, біздің циклымыз басталады қай кезде? Біздің циклымыз жүреді егер де біздің сан 0-ге тең болмаса. Міне бұл тура соны мен тікелей жаза саламын. Егер менің мәнім берілген 0-ге тең болмайтын болса, мен онда циклдың ішіне кіріп кетемін. Циклдың ішіне кірген кезде бірінші жерде не істеймін? Мен k-ға мәнді қабылдаймын. Ол бүтін сан болады. Оны қабылдап алам. Input деп қабылдап алдым. Оны int арқылы санға, бүтін санға ауыстырып алдым. Енді мен не істеймін? Бұл санды қабылдап алғаннан кейін мен S-ке оның мәнін қосып жіберсем болады. Міне осылай біз циклдың ішінде осы екі операцияны орындаймыз. Яғни циклдың ішінде екен қақтан біліп тұрмын, мынау бос орын арқылы біліп тұрмын. Бос орын арқылы мен мына линияның және де мына линияның циклдың ішінде орындала беретініне гарантия беріп тұрмын. Яғни мен бүйтем. Егер де k-ның мәні 0-ге тең болмайтын болса, изначально ол 0-ге тең емес, бір рет кіргізіп жіберемін де, бірінші санды енгіземін, сөйтемін да оны s-ке қосып қоямын. Одан кейін барып келесі циклда тағы да сол енгізілген мәнді тексерем, сөйтемін да тағы да бір мән енгізем, сөйтемін да пока менің мәнім k-ның мәні, енгізіліп жатқан k-ның мәні 0-ге тең болмайынша, неште тең болмаса болды, мен кіре беремін ғой. 0-ге тең болып қалған жағдайда мен мына циклға кірмеймін. Яғни мен циклды тоқтатам. Ал циклды тоқтатқан кезде мен циклдан шығамын, бос орынды алып тастадым, көріп тұрсыз. Сөйтемін де цикл тоқтағаннан кейін ғана мен экран бетіне не шығарамын? Қосындыларын шығарамын. Яғни маған берілген сандардың қосындысын шығарып аламын. Енді бұны практика жүзінде тексеріп көру үшін жалпы мен бүйтем. Давайте линия бойынша көрсетіп шығу үшін, визуализация жасау үшін visualize execution деген кнопканы басам, run'ды басам, и получается міне бізде екі сызықшаны көрсетеді. Бір сызықшамыз қызыл, next line to execute дейді. Бұл жерде келесі линияны орындай деп тұр дейді. Келесі линиямыз біз бірінші линиядан бастап орындай деп тұр. Ал жасыл деген сөз, біз оны орындап қойдық. Яғни орындап жатырмыз деген сөз. Яғни соны орындаған кезде қандай нәтиже компьютердің памятында, болмаса жадында өзгеріс алып келеді, соны көрсетеді бұл программа. Жалпы next'ты басам. Next'ты басқан кезде көрдіңіз, мынау жасылға жанды. Яғни осы линияны орындаған кезде компьютердің жадында
санда s деген айнымалыға орын пайда болды, оның ішінде 0 саны сақталды. Келесі линия, міне k-сы орындалды. Бұл бетеді, k деген айнымалыны құрдық, оның ішіне -0 деген затты жазып қойдық. Енді бізде цикл басталайын деп тұр. Цикл басталады да бірден тексереді. K-ның мәні -1 тең емес 0-ге, ол шындық. Яғни мен циклдың ішіне кіріп кете аламын. Міне кіріп кетейін деп тұрмын. Мынаны тексерген кезде барлығы дұрыс. Маған айтады, келесі линияны орындап жатырмын. Яғни келесі линияны орындау үшін маған бір мәнді енгізуім керек. Бұл жерде менің есептің берілгені бойынша орындаймын. 1 деген санды енгізіп аламын. Міне енгіздім. Так, алып тастай салайын. Енгіздім, сөйтемді submit батырмасын басам. Басқаннан кейін міне мынау бір саны енгізілді, ол k-ның ішіне сақталды. K-ның ішіне сақталғаннан кейін ол келесі линияда орындайды. S-ке, S-ның бұрынғы мәніне, яғни 0-ге қосады k-ның жаңағы енгізілген мәнін. Енгізілген мәнін қосқаннан кейін S-тің мәні өзгеріп кетеді. 0-ге 1-ді қосты 1 болды. Енді менің циклымның соңына жеттім, көріп тұрсыз. Енді оның үстіне барады, қайтадан шартты тексереді. Бұл циклдың денесі қайталана береді, пока біздің мынау шарт шындық бола бергенше. Егер де бұл шартымыз жалған болып қалған жағдайда, біз циклды аяқтай аламыз. Енді бізге next басатын болсақ, бізге келесі санды енгіз дейді. Яғни менде 1 деген саным, жаңа енгізілген саным 0-ге тең емес қой, дұрыс. Яғни мен келесі санды енгізе аламын. Ал келесі саным менде 7 деген сан. Submit батырмасын басам, сонда менде k-ның мәні 7 болды. S-тің мәніне, бұрынғы мәніне, S-тің мәні 1 беретін, k-ның мәнін қосамын. Жаңадан алып келген k-ның мәні 7. Екеуін қосам, 8 болады, оны S-ке сақтап қоямын. Сөйтемді k-ның мәні енгізілген 7. 7 тең емес қой 0-ге. Иә, тең емес. Яғни мен келесі санды қабылдауға рұқсат беремін дейді цикл. Сөйтеді мен келесі мәнді input арқылы k-ға енгізем. Submit'ті басам. Рекламаны қос деп жатыр, бұл ештен кетпейді. Басамын, сөйтемін да жалпы k-ның мәні 9-ға айналды. Енді келесі линияны орындаймын, 8-ге 9 қосам, менде 17 деген мән S-ке сақталынды. 9-ге мәнді тексереді, тең емес 0-ге, и получается келесі линияға келесі санды енгізуге рұқсат береді. Ал келесі санымыз 0 деген сан. Submit'ті басам, сөйтеді де k-ның мәні 0 болады. 0-ді алады да 17-ге қосады S-ке, ол ешқандай өзгеріс алып келмейді. И циклдың үстіне барамыз да, біз тағы да бір тексеріп көреміз. 0 тең емес па 0-ге? Ол жалған. 0 өйткені тең 0-ге. Сондықтан да мен циклымды осы жерден аяқтаймын да, мен print операциясын орындаймын. Көрдіңіз бе? Мына жерде мына екі линиядан секіріп кеттім, и получается экран бетіне мен 17 деген санды ғана шығарамын. В данном случае мынау заттардың барлығын шығарып тұр, визуализация. Ол енгізген заттарды көрсету үшін арналған. Бірақ та біз бұл кодты шығармайтындығын тағы да бір тексеріп жіберсек болады. Сіз жаңа айттыңыз ғой, idle орнатылды деп, сол idle'ды орнатылған осы Pythonның ішінде де кодты бірден жаза берсеңіз болады. Ол үшін файл, new file, и осы жерге біз кодты алып келеміз. Жаңағы мен кодым қайда? Edit'ті басайын. Сөйтенді мына кодты алып келейін. И осы жаққа сала саламда run деп жүргізем осы модульді. Окей, мына жерге атын бере салам. Сақталынды. Енді маған әртүрлі сандарын енгізуім керек. Пока 0 болмайынша сандардың барлығын алады, и мен циклым жұмыс жасай береді. Бірінші санды енгіздім, екінші санды енгіздім, үшінші санды енгіздім, и 0-ді басатын болды. 0 деген санды енгізетін болса, мен программам тоқтайды. Осы жерде маған 17 деген нәтижені бір-ақ рет шығарып береді. Өйткені цикл біткеннен кейін бір-ақ рет орындайды деп тұр. Тура солай, мен бүйтейін. Мен жауап салайын. Тағы да run батырмасын басам. Әртүрлі сандардың барлығын енгізіп көрем. Мысалға 1 деген сан енгіздім, 1 деген сан енгіздім, 1 деген сан енгіздім, 1 деген сан енгіздім, 4 болды, 5 болды. Енді 0 деген санды енгізіп қалатын болсам, алдыңғы енгізілген бірлердің барлығын цикл арқылы енгізіп, қосып, ең соңында бір-ақ рет output шығарды. Міне осылай негізінен барлық заттар түсінетініміз не ол? Бірінші, айнымалы мына жерде болмайынша, біз ол айнымалыны циклдың ішінде жұмыс істей алмаймыз. Яғни оны біздің программа түсінбей қалады. Егер де мен k-ны алып тастайтын болсам, run-ды басатын болсам, ол жерде менде бірден ошибка береді. K is not defined. Яғни менде k деген айнымалы жоқ қой деп тұр ғой программа. Яғни менің компьютерім k-ны түсінбей тұр. Ол қай жерден шыққан k деп тұр. Одан кейінгі зат. Егер де мен мынаны осы жерге қойып қоятын болсам, көріп тұрсыз, ол линия
мына линия, мына линия, мына линия барлығы циклдың ішінде орындалады деген сөз. Оны да көрейік. Run, save, окей. Енді маған сандарды енгізу керек болып тұр. Бірді басам, көріңіз, бір циклдың ішінде болғандықтан, print циклдың ішінде болғандықтан, бірден экран бетіне print мәнін шығарып жатыр, s-тің мәнін шығарып жатыр. Тағы да бірді енгізем, s-тің мәні 2 болды, екінді де шығарып тастады. Тағы да бірді енгізем, s-тің мәні 3 болды. Тағы да мен бірде, тағы да бір 0-ді енгізсем, ең соңында тағы да s-тің мәнін шығарып отыр. Сондықтан мынау циклдың соңында бір-ақ рет шығару керек болатын болса, мен мынаны алып тастаймын, и получается менде цикл бітеді, біткеннен кейін бір-ақ рет экран бетіне s-тің мәні шығады. Міне осылай. Егер сұрақтар болса, давайте жазайық, талдап тастаймыз.